Бәріңе сәлем, байланыстар қысқа мазмұн. Бүгін мен ұсқынсыз үйрек деп аталатын тайлық жасөспірімдерге арналған комедиялық драма сериал туралы айтатын боламын. Спойлер алды. Мейнам басына қорап киген өте ұялшақ және өзіне сенімсіз жасөспірім қыз. Ол үнемі өзінің бетін жек көргізетін біртүрлі аурудан зардап шегеді. Бойжеткен өзінің планетадағы ең ұсқынсыз адам екенін және оның адамдардан жасыру керек екенін шын жүректен сенеді. Көп ұзамай Мейнамның айнаға қарамағанына 3 жыл болғанын және үйден шықпағанын білеміз. Ол анасын танымайды және барлық саналы уақытта ағасы Пулуан мен әкесі Бон мырзамен бірге өткізеді. Олар әрқашан ол үшін алаңдайтын. Пулуан бір күні кешке шынтағы көгеріп үйіне қайтып келеді де дүкенде ұрлық жасағанын мойындайды. Әкесінің ыстық алақанына түсіп қалмау үшін ол жағдайына байланысты әбден псих болған әпкесіне назарын аудартады. Басындағы қораптың кесірінен тыныс алу қиындайды. Мейнамның туыстары көмектесу үшін бәрін салады. Одан кейін бойжеткеннің өзінің өмірін қалай ұсқынсыз үйрекке айналғанын айтып береді. Мейнам өмірінің алғашқы 13 жылында кез келген қарапайым адамға ұқсайтын адамдарға таңғаларлық болуы мүмкін. Оның достары әлеуметтік өмірі болды және ол сенімді болатын. Бірақ содан кейін ол мектептегі ең сымбатты балаға ғашық болады. Мейнам ғашық болғаны соншалықты ол бір күні барлығының алдында махаббатын мойындайды. Алайда бала оның сезіміне ол күткендей жауап бермейді. Оның орнына ол сыйлығын жерге лақтырып, оның әлемдегі ең ұсқынсыз қыз деп атайды. Тіпті оның беті тым қорқынышты екенін айтып, басына сөмке киіп жүруді өтінеді. Ал бұл сөздер байғұс қыздың жүрегін ауыртқаны соншалықты, ол айналасындағылардың бәрінен өзін оқшаулап қайтадан мектепке барудан бас тартады. Бон мырза қызын оның сұлулығына сендіру үшін барын салады. Бірақ оның нақты проблемаға тап болғанын түсінген ол оған үйде оқуға рұқсат береді. Осының барлығынан кейін Мейнам 1 жыл бойы айнаға қарамады және мүлдем шықпады. Яғни бір күні көшеге қалып қойғанға дейін. Олардың үйіне бейтаныс жігіт келіп оған көмектесуді сұрайды. Мейнам бірден бетін жасыру үшін басына қағаз пакет киіп алады. Сол кезде ол беті жабылған кезде өзінің ең сенімді адам ретінде сезінетінін байқайды. Ақырындап қорап нашарлап кетеді. Оның отбасы кейде оның бет әлпетін байқайды, бірақ Мейнам олардан жасырып қалуды жөн көреді. Мейнам уақытының көп бөлігін жасырын түрде әлеуметтік желілердің көмегімен адамдармен араласуда өткізеді. Ешкім бір-бірінің бетіне көре алмайтындықтан қыз желіде өзін жайлы сезінеді. Келесі күні Бон мырза дәрігерге барып, оның дертінің бірден ем болатын дәріні сұрайды. Дәрігер Мейнамның ауырмайтынын, Жапонияда хейхи деп аталатын белгілі бір түрлі ауруға шалдыққанын түсіндіреді. Ол күндерге, айларға, тіпті жылдарға созылуы мүмкін. Ешкіммен арылысудан бас тарту дәрігердің айтуынша соншалықты маңызды емес, өйткені ол әлі күнге дейін отбасымен сөйлеседі. Яғни оның басқа адамдармен сөйлесу мүмкіндігі бар. Дәрігер Бон мырзаға қызын олармен араласудан бас тартпас бұрын сыртқа шығаруға кеңес береді. Мейнам кешкі аста қатты дауыспен қорапты ашудан бас тартып, сабан арқылы жейді. Бон мырза балаларына мұқият тыңдауды сұрайды. Баласы мен қызы оны сөйлетпейді және оны ауырып қалды деп болжайды. Бон мырза олардың болжамдарын жоққа шығарып, Мейнамның ертеңнен бастап ағасымен бірге мектепке барғанын қалайтынын айтады. Қыз оны әзілдеп жатыр деп ойлайды. Бірақ бұл жолы Бон мырза қыңырлыққа берілмейді және өз шешіміне табанды. Әкесінің қайсарлығына ұлының өзі таң қалады. Мейнам мұны жек көретінін айтып бөлмесіне жүгіріп кетеді. Басты кейіпкер ертеңгі күнді ойлап келесі сағаттар бойы жылайды. Қораптың арқасында оның бәрі мазақ ететін сенімді. Бірақ ол оны басқаларға оны ұсқынсыз деп атамас үшін тағы да киюді жөн көреді. Өзін жақсы сезіну үшін ағасы оған жаңа қорап әкеліп, оны безендіруді ұсынады. Мейнам алғаш рет қорапты алып тастап, оның мүлде ұсқынсыз емес түрін ашқаннан кейін, Пулуан оның адамдардың қыздан мазақ етуіне жол бермейтінін сендіреді. Келесі күні таңертең Бон мырза балаларын мектепке апарады. Пулуан көліктен түскенде, Нам қораптың астында жылдам тыныс ала бастайды. Мистер Бон оған көмектесу үшін тыныштандыратын музыка ойнайды. Мейнам кеше түнде дөрекі болған үшін кешірім сұрап көмектесуге тырысқаны үшін алғыс айтады. Ол кеткен бойда Бон мырза қызы үшін алаңдап жылай бастайды. Мейнам демін басып ақыры мектепке кіреді. Оның басында үлкен қорап жәшікте назардан тыс қалмайды. Барлығын оны көрсетіп сыбырлай бастайды. Бұл оның үрейін одан сайын арттырады. Олардың күлкісі осыдан бірнеше жылдар бұрын қорлық көрген кездерін есіне түсіреді. Мейнамның басын алып есінен танып қала жаздайды. Бірақ кенеттен бір жігіт пайда болып басты кейіпкерге көмектеседі. Оның да дулығасы бар екен. Жігіт өзін Мейтін деп таныстырады. Қашып бара жатып ол кездейсоқ мектептегі ең танымал жігітке тап болады. Бірақ оның достары қорапты алып тастауды сұрайды. Қыздың сыртқы түріне қызығушылық танытқан оларды Мейтін тоқтатады. Ол дулығасын шешіп бетін ашады. Келесі көріністе ол қобалжып сыныптың алдында тұрады. Сынып жетекшісі қыздың жағдайын айтып, оқушылардан
оның жеке өміріне құрметпен қарауды сұрайды. Бірақ кәдімгі жасөспірімдер оны мазақ ете бастайды. Оның бетін көрсетуін сұрайды. Көп ұзамай бір-екі жігіт оның басында қораппен тамақтанып жатқанын көріп, оны шешіп тастайды. Жеткіншектердің қызды игілікке еткенін бәрі көреді. Бірақ олар көмектесудің орнына күледі. Соңында Мейнам жартылай жеген тамағын тастап, жылап далаға жүгіреді. Ол ойын алаңында жалғыз қалғанда кенет оның жанында Мейнам пайда болады. Ол бұрын тамақ ішпегендіктен онымен сэндвичмен бөліседі. Мейнам онымен сөйлескенде өзін әлдеқайда тыныш сезінеді. Осыдан кейін олар қалжыңдап күледі. Бірақ содан кейін қыз мектепке келмейтінін айтады. Келесі күні Мейнам оны досымын деп мәлімдейді және оны кем дегенде ол үшін баруға көндіреді. Мектептен кейін Мейнам мен бұзақы Зеро уәде еткендей кездеседі. Олардың келіспеушіліктеріне байланысты ауызша жанжал туындайды. Зеро Мейнамды жеке-жекпе-жекке шақырады. Мейнам бірінші соққы жасайды, бірақ Зеро бірден күшті соққымен қарсы шығады. Мейнам үйіне қайтып бара жатып жасөспірімдердің төбелесіп жатқанын көреді. Кенет полицейлер келіп, жігіттер су қоймасына қарай жүгіреді. Келесі көріністе ол оның басынан қорапты түсіріп, қыздың бетіне қарайды. Ол үнсіз қалады, бірақ Мейнам жігіттің оған бұлай қарап тұрғанын ұсқынсыз деп санайтынын және оның өткен шарағаты туралы естеліктері басты кейіпкердің басына ойнай береді және ол есінен танып қалады. Мейнам ақыры оянғанда ол қорапсыз аурухана төсегінде қалады. Қыз бірден үрейлене бастайды және бетпердені тынышталу үшін беруін сұрайды. Ал әкесі қызын оқуға мәжбүрлегені үшін қатты өкінеді. Ол болған жағдайға өзін кінәлап, Мейнамға үйден оқуға мүмкіндік береді. Барлығын таң қалдырғаны Мейнам мектепке қайта барғысы келетінін айтқаны. Өйткені ол Зеродан кек алғысы келеді. Келесі күні оның досы қызды қорапты алып тастауға мәжбүрлейді. Оның бетін неге жауып жүргеніне таң қалады. Себебі қыз өте сұлу. Дәл осы кезде Мейнам пайда болып кешкі болған оқиға үшін оны шапалақпен ұрады. Зероның жанкүйерлері басты кейіпкерге жақындағанда, олар оның бетпердесін қайтадан шешпек болады. Бірақ Мейнам бұған жол бермейді. Олар Мейнам үшін тағы да ұрысады. Бірақ ол екеуін тоқтатып шетке алып кетеді. Осы уақытқа дейін екі әдемі жігіттің басынан қорап тапқан қыз үшін төбелескені туралы хабарлама мектептің айналасына тарап кетеді. Мейнам оның өмірін қиындатқаны үшін жігіттерге айқайлайды. Мейнам оған тек көмектескісі келгенін айтады. Зеро күледі. Ол Мейнамның оны ұнататынына сенімді. Сонымен қатар Мейнам да Зероның Мейнамға ғашық екенін сезінеді. Мейнам жігіттен бұл рас па деп сұрайды. Абыржыған қарсыласы Мейнам ұсқынсыз деп атап жоққа шығарады. Ол оның жарақатын еске түсіреді. Қыз қайтадан есін жоғалтады. Мейнам оған көмектеседі, ал Зеро болса қозғалыссыз тұрады. Келесі күні Мейнам өзінің белгісіз өміріне оралады. Ол бөлмеден шығудан немесе ешкіммен байланысудан бас тартады. Бон мырза мен Плуан бұл жағдайда не істеуге болатынын талқылап жатқанда біреу есік қоңырауын соғады. Қараса, Зеро екен. Жігіт Мейнамның қателігі үшін кешірім сұрауға келгенін айтады. Бірақ қыздың ағасы оны Мейнамды депрессияға қайта жібереді деп айыптап кіргізбей қояды. Келесі күні таңертең Мейнам басты кейіпкердің көңілін көтеру үшін келеді. Бірақ ол жігітті бөлмесіне кіргізбейді. Оның бірнеше өтінішінен кейін ол жігіттің үйрек пішінінде жасаған маска қорапшасын кие бастайды. Мейнам сыйлыққа күледі. Өзіне үйрек дулығасын да жасаған. Олар сәйкес қалпақ киіп Daft Punk деп аталатын топта ашпақшы. Негізі бала оны мектепке қайтаруға көндіреді. Келесі күні таңертең олар мектепке барады. Мейнам жалғыз қалғанда Зеро оған жақындап кешірім сұрамақ болады, бірақ Плуан оларға кедергі жасайды. Сабақ үстінде Озон есімді қыз Мейнамның қасына келіп одан бір нәрсе сұрайды. Түскі үзіліс кезінде мектептің айналасында Мейнам мен Зероның кездескені туралы қауесеттер бар екенін көп адамдар да одан шын ба деп сұрайды. Бірақ қыз олардың барлығына жауап беруден бас тартады. Осыдан кейін ол Зероның бауырын ұрып жатқанын естиді. Ол келгенде Зеро достарының оны ұрып жатқанын көреді. Оларды тоқтатуға мәжбүр етеді және олар төбелесті Плуан бастады деп мәлімдейді. Ашуланған Мейнам жігіттердің ақша мен үй тапсырмасын орындаттыру үшін әлсіз студенттерді керек ететін ұры деп санайды. Мейнам одан адамдарды ренжітуді тоқтатуды сұрағанда, Зеро өз кезегінде басты кейіпкерді қорапты алып тастауды сұрайды. Егер ол жасаса, жігіт ешқашан жеке пайда үшін зорлық-зомбылық қолданбауға уәде береді. Басқа амалы қалмаған ол қорапты алып бетін Мейнамға көрсетеді. Бұл көріністен бәрі таң қалады. Кейін ол Мейнамды құшақтап, бүгін оны барлығы көргеніне жылайды. Ол оны бірінші рет көргеннен таң қалады, бірақ оның орнына қызды жұбатуға назар аударады. Кейінірек үйде Плуан оған біреудің әлеуметтік желіде жариялаған фотосының астында барлық пікірлерді көрсетеді. Пікірлер жағымды болғанымен, бұл қызды оны әдемі екенін сезіндірмейді. Сосын Мейнам бөлмесіне кіргенде ашық терезені көреді. Зеро күтпеген жерден пайда болып, оған тыныш болуын сұрайды. Ол өз сөздері үшін кешірім сұрап, оның шын мәнінде ол бұрын-соңды көрмеген ең әдемі қыз екенін мойындайды. Зероның осы сөзінен кейін Мейнам интернеттегі досынан мектеп бетіндегі оның суретіне қарауын сұрайды. Кенет оның сүйкімді көрінетініне таң қалып жазады.
Мейнам олардың шындықты айтып отырғанын түсінеді. 3 жылдан астам уақыт бойы ол бірнеше рет айланы алып, өзінің шын мәнінде әдемі екенін көреді. Батыр қыз өз көзіне сенбейді. Келесі күні Мейнам мектепке қорапсыз барады. Барлық студенттер оған қарап өсек айтады. Бірақ бұл жолы олар оған күлмейді. Керісінше оның сұлулығына таңданады. Аздап қобалжып тұр, бірақ сенімді. Мейнам жаңа өмір бастауға дайын. Құрметті достар, сериал сізге ұнаса лайк басып, каналға жазылып, колокольчикті басуды ұмытып кетпейік. Келесі кездескенше.